Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын эклерді жасап көрсетемін. Эклерді біз қайнатпалы қамырдан жасаймыз және ішіне өзіңіз қалаған кремді саламыз. Ол үшін алдымен отқа қоюға болатын ыдысқа сүтті, суды және бөлме температурасында тұрған сары майды алып, отымызға қойып араластырамыз. Орташа отта үзбей араластырып тұруымыз қажет. Біздің сары майымыз ерейді. Сары май еріген кезде осындай түске енеді. Біздің массамыз толық ерейді. Сол кезде тұз бен қантты бірге араластырып саламыз және тағы да араластырамыз. Біздің массамыздың бетіне осылай көбік пайда бола бастайды. Сол кезде ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Ұнды салып тағы да араластырамыз. Араластырғанда біздің массамыз қоюлана түседі. Осылай қоюланғанда оттан түсіріп аламыз. Оттан түсіріп алдық және тағы да араластырамыз, себебі біздің ұнның комоктары қалмауы қажет. Осы процесті міндетті түрде жасау қажет, себебі біздің қоюлы қамырымыз шықпай қалуы мүмкін. Енді бір-бірден жұмыртқаны сала отырып араластырамыз. Яғни бірінші жұмыртқаны саламыз және араластырамыз. Араластырғаннан кейін осындай қою қамыр болғанда тағы да екіншісін салып араластырамыз. Екінші жұмыртқаны салғаннан кейін тағы да араластырдық. Енді біз қамырымызды тексереміз. Осылай қасықтан қамыр түспей тұрса, онда тағы да жұмыртқа салып араластыру қажет. Қамырдың массасына қарай сіз жұмыртқа саласыз. Қасықпен қарағанда қамыр осылай қасықтан үзіліп тұрса, онда біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды кондитер мешогына салып аламыз. Мен осындай насадка қолдандым және үлкендеу етіп құйдым. Эклердің пішіні мен түрін өзіңіздің идеяңызға қарай әрлейсіз. Осылай барлық эклерді құйып шығамыз және қызып тұрған пеште 150 градуста
20-25 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен қараймыз. Мен сгущенный кремді қолдандым, яғни қайнатпалы сгущенкімен қаймақты қосып миксермен араластырып аламыз. Сонда біздің креміміз дайын болады. Және де оны насадкамызға салып эклердің ішіне құямыз. Кремді құйып болғаннан кейін эклердің бетін ганашпен әсемдеуге болады. Ал мен осылай қалдырдым. Осымен біздің өте дәмді, өте әдемі болып шығатын эклеріміз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.